Бұл дүние көлеңкедей ойнайды. Қусаң қашар, қашсаң сеннен қалмайды. 50 елдің жасы, 70 оттың басы, 80 шоқтың қасы. Әдетте, егде жастағы кісілер жастарға ақша жинауға кеңес беріп жатады. Бұл нашар кеңес. 5 теңгеліктер жинамаңыздар. Мен 40 жасқа жеткенше өмірімде бірде бір рет долларда жинап көрмеппін. Алжығанда келген атақ абырой әпермейді. Егер сонда бірін-бірі жақсы көрген екі адам, бірінсіз бірі өмір сүре алмайтын екі аққуға ұқсаса, міне, сонда ғана олар шын ғашықтар. Кездейсоқтыққа сенетін адам өз өмірін лотереяға айналдырады. Жақындап ажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, қалжырап көңіл қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітін жоймас адамзат. Уақытты тоқтатарға шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Өзің не істесең алдыңа сол келер. Өмір күшті, өлім одан да күшті. 2 күндік өмір ғой бұл мұнартқан, оны қуып несіне адам құмартқан. Әлсіз адамдар өмірді түсінбейді, ал ержүректер оны меңгеріп алады. Өмір бойы өзім еріп келе жатқан қағида. Тырысу керек, және тырысу керек, және тағы да тырысу керек. Бірақ ешқашан берілмеу керек. Өзгелер қаламаған нәрсені бүгін жаса. Ертең басқалардың қолынан келмейтін өмірді сүретін боласың. 60 жаста өмірдің дәмі кетеді. Ең басты ғажабымыз өмір сүріп жатқанымыз. Бұл өмірді беріпті ғой азапқа, қызық қуып бос өткізіп азайтпа. Халықтың бір бөлігін өмір бойы алдауға болады. Барша халықты да біршама уақыт алдауға болады. Алайда бар халықты өмір бойы алдауға болмайды. Сақтауға қажет бір асыл болса, алдымен жүрегіңді сақта. Өйткені өмір бастауы сол жүрек. Достық өмір үшін ең қажет нәрсе. Өйткені ешкім ешқашан да барлық басқа игілікке ие бола тұрса да, дос жарансыз өмірді қаламақ емес. Адам 20 жасындағы көзқараспен 50 жаста да қараса, онда ол өмірінің 30 жылын жоғалтыпты. Оп-оңай іс, оп-оңай тірі жанды өлтіру. Мүмкін емес қайтадан тірі күйге келтіру. Өмір өз амалыңның жемісі. Өзіңнен басқаны кінәлаушы болма. Өлер алдында тек 2 нәрсеге өкінеміз. Аз ғашық болғанымызға және аз қыдырғанымызға. Өмір тәтті, бүгін қолың жеткенде. Удай ащы, ертең тастап кеткенде. Қанша тырыссаң да, о дүниеге аттану оңай емес. Бір күні өлім келетінін мойындау керек. Мәңгілік көктемді армандауды доғарсаңыз, жаз бен қыста бақыт сыйлайды. Өлім деген жалғаннан шын өмірге өтетін көпір. Өмір ол театр.
және де сол театрда әркім өз рөлін керемет сомдауда. Және де сол театрдың соңы немен аяқталатыны бәрімізге аян. Ол өлім. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзінің уақытын аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер жүзінде адам тәрбиеленуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан шаң қаптырған адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенменен мына уақыт емдемейді жараңды. Ей адам, бұл күндер міндетті түрде өтеді. Тіпті басым бөлігі өтіп кетті. Онда еш болмаса қалған өміріңнің қадірін біл. Өмір қимылды талап етеді. Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Адам керуен, өмір жол. Өлгеннен сұра дер едім, тірі жандарға өмір дегеннің не екенін. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Таңертең оятқышыңыздың шырылдамай қалуы өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Жаманмен жолдас болсаң, көрінгенге күлкі етер. Жақсымен жолдас болсаң, айрылмасқа серт етер. Хандар киген қамқа тон, шүберек болар тозған соң. Жігіт жақсы бола алмас, алғаны жаман болған соң. Орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған. Қасиеті болмайды ондай жігіт, әшейін құрбекерге бұлғақтаған. Бала бастауыш мектепте бәр пәнді тек ана тілінде ғана оқуы керек. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы. Бала туылғанда ақ қағаздай болып таза туады. Оның үстіне шимақты қалай салсаң, қағаз бетіне солай түседі. Бала тәрбиесі де солай сияқты. Өзің қалай тәрбиелесең, ол солай тәрбиеленеді. Балаң ақылды, әрі есті болсын десең, дені сау, мықты етіп өсір. Ол жұмыс істесін, әрекеттенсін, жүгірсін, айқайласын, тынымсыз қимыл үстінде болсын. Арыңыз бен намысыңызды, денсаулығыңызды қорғағандай қорғаңыз. Өйткені адам бұл қасиеттерсіз адам бола алмайды. Жастық шақта жасаған барлық істеріңіз есіңізде қалады. Жақсысы сізді қуантады, ал жаманы сізге ұйқы бермейді. Шын бақытқа қол жеткізем десеңіз, өзіңізді кішкене қоя тұрып, өзгені бақытты етуге тырысыңыз. Тек мәдениеті төмен адам ғана өзге ұлт өкілдерін өзінен төмен санай алады. Үнемі жалқаулық танытып, еңбектен қашатын және өмір бақи қиындықтардан қашып жүретін адамдардан асқан бақытсыз адам жоқ. Қызғаныш өз-өзін таппаған, өзіне өзі бөтен адамның бойында болатын ең өкінішті нәрсе. Қызғаныштан құтылу үшін өзіңізбен өзіңіз болыңыз. Біліңіз, шектен тыс өкпелеу адам бойындағы білімнің жетіспеушілігінен немесе адамның өзін өзі қабылдай алмауынан болатын нәрсе.
Өмір сүрудің бірден бір қағидасы, өткен өміріңізді есіңізге түсіргенде, өзіңізден өзіңіз ұялмайтындай болыңыз. Сыртқы келбетіне шағымданатындар көп, бірақ ақылының аздығына шағым айтатындар тым аз.